Supreme Team Кунис көшелері үшін аңызға айналған банда. 1980 жылдары бұл топ ай сайын миллиондаған доллар тұратын есірткі сатып, жергілікті гангстерлерді қатыгездігімен үрейлендірді. Олардың жетекшісі Кеннет МакГриф тек есірткі саудасымен ғана шектелмей, хип-хоп индустриясында да жоғары деңгейде жұмыс істеген. Ол жерде ол рэпер 50 Centпен қақтығыс болған. Сол үшін оны өлтірмекші болған дейді. Нью-Йорк пен хип-хоп мәдениеті үшін бұл адам аңызға айналған. Егер сіз гангстердің тарихына қызықсаңыз, осы бейне сізге арналған. Оның есімі көптеген танымал артистердің әндерінде сақталған. 1980 жылдары Нью-Йорк қылмыстық топтар мен есірткі саудасының орталығы. Кедейшілік пен жұмыссыздық және полицияның әлсіздігі есірткі бизнес үшін қолайлы жағдай туғызды. Бұл жылдары Кунис ауданында есірткі саудасы қарқынды түрде жүріп жатты, ал көшелер заңсыз әрекеттердің аренасына айналды. Осы кезеңде атышулы Supreme Team пайда болды. Оның негізін қалаушы Кеннет МакГриф. Кеннет МакГриф 1960 жылдары Нью-Йорк штатында дүниеге келген. Жас кезінде спорт пен музыкаға қызыққанмен, ол орта мектепте қиындыққа тап болды. Оқуды тастап қылмыс әлеміне аяқ басты. МакГрифтің көшбасшылық қабілеті мен ұйымдастырушылық шеберлігі оны тез арада есірткі саудасындағы басты тұлғаның біріне айналдырды. 1981 жылы МакГриф Нью-Йорктегі есірткі саудасын толық бақылауға алу мақсатында Supreme Team қылмыстық тобын құрды. Бұл топтың мүшелері негізінен Кунистің тұрғындарынан тұрды. Олар тез арада аймақты ең қауіпті және ықпалдық ұйымдардың біріне айналды. Кеннет Supreme деген лақап аталды. Бұл оның көшбасшылық мәртебесін айқындай түсті. Ол топ мүшелерін қатаң тәртіпте ұстап, есірткі саудасын тиімді басқарды. МакГрифтің есімі жергілікті халықтың арасында қорқыныш пен құрметтің символына айналды. Supreme Team есірткі саудасына маманданған қылмыстық ұйым. Әрбір мүшенің міндеттері нақты бөлінген еді. Біреулер есірткі тасымалдаумен айналысса, басқалары сатып алушымен жұмыс істеп, қаржыны бақылап отырды. Кеннеттің ең жақын серіктестерінің бірі Джеральд Миллерд болды. Ол МакГрифтің оң қолы ретінде қызмет етті және топтың ішкі тәртібін бақылауда ұсталды. Бұл екеуінің одақтастығы ұйымның тиімді әрі қатаң жүйеде жұмыс істеуіне негіз болды. Supreme Team Кунис ауданын толық бақылауға алды. Олар негізінен крек кокаин мен героин сатумен айналысты. Сауданың негізгі нүктелері тұрғын үйлердің кіреберістері, көше бұрыштары және қоғамдық орындарда орналасқан еді. Топ мүшелері қарапайым азаматтарды саудаға араластыру үшін күш қолдану мен қорқытуды пайдаланды. Бірақ МакГриф есірткі саудасын жай ғана бизнес деп қарастырды. Оның пікірінше, бұл ұйымның басты мақсаты ақша жасау болды. Supreme Team тек есірткімен шектелмей, басқа да қылмыстық әрекеттермен айналысты. Олар қорқытып үркіту және бопсалау, кісі өлтірулер мен қарулы шабуылдар, қылмыстық келісімдер арқылы басқа топтарды бақылауда ұстау. Топтың ықпалы соншалықты, тіпті полиция бөлімшелерінде олармен тікелей бетпе-бет келуге қорқатын. МакГриф Кунис ауданының нағыз көлеңкелі билеушісіне айналды. Кунистің тұрғындары Supreme Team'нің әрекеттеріне әртүрлі көзқараспен қарады. Біреулер олардан қорқып қашық жүруге тырысса, басқалары оларды қоғамға көмек көрсететінін атап өтті. Топ кейде қайырымдылық көрсетіп, жергілікті тұрғындарға қаржылай көмек беріп отырған. Бірақ бұл олардың есірткі арқылы тапқан табысының салдарын жеңілдете алмады. Supreme Team өз аймағын қорғау үшін басқа қылмыстық топтармен үнемі қақтығысып тұрды. Бәсекелестік көбінесе қарулы қақтығыстарға, тіпті өлімге әкеліп отырды. Бұл қақтығыстардың бірі Брокенс пен Кунистің ірі есірткі топтарының арасындағы соғыс болды. МакГриф ешкімге аяушылық танытпайтын көшбасшы ретінде танылды. Оның стратегиясы қарсыластарын толық жою немесе бағындыру. Бұл әдіс оларға Нью-Йорк көшелерінде есірткі саудасының көшбасшылары болуға мүмкіндік берді. Supreme Team қылмыстық әлемде өз ықпалын күшейту үшін бірнеше маңызды тұлғаларды өлтірген. Бұл тек есірткі саудасында үстемдік үшін ғана емес, басқа топтарға мысал көрсету үшін жасалды. Ең танымал оқиғалардың бірі топ мүшелерінің қарсыластарының отбасыларына шабуыл жасауы. 1980 жылдардың соңына қарай Нью-Йорк билігі Supreme Team әрекеттеріне қарсы шаралар қолдана бастады. Полицияның арнайы топтары есірткі саудасымен айналысатын аудандарды рейдтер жасады. Бірнеше топ мүшелері тұтқындалды. Бірақ МакГрифтің ықпалы соншалық, ол полицияның бұл әрекеттерін аз ғана уақытқа тоқтатты.
Supreme Team'нің ішкі құрылымында да қақтығыстар болды. Ақша мен билік үшін талас топ мүшелері арасында сенімсіздік тудырды. Кейбір мүшелер билікке жұмыс істеп, топ туралы ақпараттарды ашып отырған. Бұл ішкі жанжалдар Supreme Team'нің құлдырауына себеп болды. МакГриф есірткі бизнесінен түскен табысты сән-салтанатты өмір сүруге жұмсады. Ол қымбат көліктер, әдемі үйлер мен дизайнерлік киімдерге құмар еді. Бірақ ол өзінің қылмыстық әрекеттерін ақтап алуға тырысып, қайырымдылық шараларына да қатысып отырды. Бұл оның жергілікті халық арасында екі жақты беделге ие болуына себеп болды. 1990 жылдары Кеннет МакГриф музыка индустриясына жақын болды. Ол көптеген музыкалық жобаларға демеушілік етті. Солардың бірі Mountain Inc. Records, сол уақыттағы Jay-Z сияқты ірі жұлдыздармен жұмыс істейтін. Дәл осы кезде МакГриф пен 50 Cent арасында жанжал басталды. 50 Cent өзінің алғашқы әндерінің бірінде Get the Quran атты трегінде Supreme Team'нің әрекеттерін ашық сипаттады. Бұл трек Кеннет пен оның тобы үшін қауіпті ақпарат ретінде қабылданды. 50 Cent Get the Quran әнінде Supreme Team'нің қылмыстарын тікелей айтып, есімдерін атаған. Көп ұзамай 50 Centке шабуыл жасалды. 2000 жылы оны белгісіз адамдар 9 рет оқ атып, ауыр жарақаттады. 50 Cent бұл шабуылды Supreme Team'нің жасағанын болжады. Бірақ МакГриф бұл айыптауды жоққа шығарды. МакГрифтің беделі, оның қылмыстық әрекеттері мен музыка индустриясының ықпалы арқасында екі түрлі бағаланды. Біреулер оны қоғамды бұзған қылмыскер деп атады. Басқалары оның көшбасшылық қабілетімен және қайырымдылық әрекеттерін атап өтті. Музыка индустриясындағы жанжалдар оның қылмыстық әрекеттерін одан әрі көпшілікке әйгілі етті. 1990 жылдардың соңына қарай ақш үкіметі есірткі бизнесімен күресуді күшейтті. МакГрифтің топ мүшелерінің көбі ұсталып, түрмеге қамалды. 2007 жылы МакГриф есірткі саудасымен бірнеше кісі өлтіруге қатысы бар деген айыппен сотталды. Оған өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Оның тұтқындалуы Supreme Team'нің ресми құлауының белгісі болды. МакГрифтің қорғаушылары оның тек музыка индустриясында істегенін және қылмыстық істерге қатысы жоқ екенін айтты. Бірақ айғақтар мен куәгерлердің мәліметтері оның кінәсін дәлелдеуге жеткілікті болды. Қазіргі уақытта Кеннет МакГриф ақштағы қатаң қауіпсіздік деңгейі бар түрмеде жазасын өтеп жатыр. Ол сыртқы әлеммен байланысын жоғалтқанмен, оның есімі хип-хоп мәдениетінде және қылмыстық тарихта мәңгі сақталып қалды. Кеннет МакГрифтің өмірі мен әрекеттері хип-хоп әлемінде жиі талқыланатын тақырыптардың бірі болды. Оның есімі рэперлердің тректерінде, клиптерінде және сұхбаттарында айтылды. Кеннет МакГрифтің оқиғасы бірнеше фильмдер мен деректі фильмдерге шабыт берді. Оның өмірі мен Supreme Team'нің тарихы қылмыстық әлемнің қаншалықты қауіпті әрі әсерлі екенін көрсетті. Егер осы видео ұнаса, лайк басып арнаға жазылыңыз. Келесі видеоларда тағы да қызықты тақырыптарды талқылаймыз.